Үнемі қозғалған адам жеңетін адам. Инерция қару, оны ешқашан жоғалтпа. Жақсылап тыңда. Адамдардың көбі әлсіз болғандықтан емес, тоқтағандықтан жеңіледі. Олар кідіреді, күмәнданады, мотивацияны күтеді. Ал мотивация ешқашан келмейді. Ал қозғала берген адам баяу болса да, шаршаса да, қансыраса да тоқтатылмайтын күшке айналады. Өйткені инерция дарынға да, сәттілікке де, көңіл күйге де қарамайды. Ол тек сенің тоқтамай алға жылжуыңа мән береді. Таңертең оянып әрекет етсең, инерция пайда болады. Күмәнді жеңсең, инерция күшейеді. Тоқтамаудан бас тартсаң, инерция сен үшін күресе бастайды. Кенеттен ауырлық жеңілдейді, мақсаттар жақындайды, әлем сенің пайдаңа қарай өзгереді. Сондықтан жеңімпаздар ең күштілер емес, тоқтамағандар. Есіңде болсын, үнемі қозғалған адам жеңетін адам. Өйткені ғалам қозғалысты сыйлайды. Мінсіздікте емес, сылтауда емес, қорқынышта емес. Инерция қару, оны ешқашан жоғалтпа.